Бүгін Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі өз шәкірттеріне есігін айқара ашты. 720 балаға арналған білім ошағына алғаш рет 72 оқушы 7-ші сыныпқа қадам басты. Олар қатаң конкурстық іріктеуден өткен дарынды оқушылар. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын негізге алған алғашқы қоңырау мерекесінде мектеп директоры Айдарбек Айтпөкешев жиналған ата-аналар мен ұстаздарды оқушылар қауымын жаңа оқу жылымен құттықтады. Бұл мектеп бітірген балдардың көшбасшылығы, көзқарасы, Қазақстан дамуына, өзінің Атырау облысының дамуына көп үлес қосатын балдар. Себебі мектептің оқушылары балдардың ішінде, балдардың бойында көп қасиетті тәрбиелейді. Мен Назарбаев зияткерлік мектебіне құжат тапсырғаннан кейін оған дайындалудан бастадым. Мен дайындалғаннан кейін сұрақтар аса қиын болған жоқ. Мен өскенде нанотехнологияларды зерттейтін физик инженер болғым келеді. Мені физика мен химия саласындағы ғылымдар өте қызықтырады. Сегодня первый звонок прозвенел и для учащихся Назарбаев интеллектуальной школы. Из 720 учащихся 72 первоклассники. Из числа претендентов ученики, набравшие наиболее количество баллов, будут обучаться по новой интегрированной системе образования. В своей речи директор школы Айдарбек Айтпөкешев отметил значимость нового учебного года. Поздравляю всех вновь поступивших семиклассников с новыми достижениями. Пройти в эту школу было очень сложно. Это был огромный конкурс. Из 20 человек проходил один. В числе этих учеников сегодня мой сын. В моей семье это второй ученик, который поступает в Назарбаев интеллектуальной школы. Это достижение родителей, это достижение школ, учителей, где обучались наши дети. Новой школе желаю огромных достижений. Я ожидаю от этой школы очень многого, но я особенно увлекаюсь биологией. И я думаю, что она не будет для меня сложна, но эта школа очень большая и красивая.